Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өте оңай тәсілмен жасалатын бризоль жасадым. Соның рецептімен сіздермен де бөлісе кетейін. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Алдымен осында етті өлшеп аламын. 80 грамм ет қажет болады бізге. 80 граммнан бөліп дайындап алдым. Енді етімізді ыдысымызға салып, жаңағы 2 жұмыртқамызды салып, үстіне қара бұрыш, тұзын дәміне қарай салып, және 1 чай қасық кукурузный крахмал салатын боламын. Барлығын жақсылап араластыру керек болады. Мінекей осылайынан жақсылап араластырамыз. Барлығы бір келкі болғанда алдын ала қызып тұрған табамызға май кішкене себебі біз майлы қатты ұнатпағандықтан май көп қолданбаймын. Май сеуіп, жаңағы блин пісіретін сковородкама пісіріп жатырмын. Қараңыздар, осылайынан құйып тегістеп шығамыз. Осылайынан топ-томалақ әдемі қылып тегістеп шығамыз. Сонда жаңағы пищевая пленкаға салып, оны жайып, оны кейде бөлініп қалып жатады, сондай қиындықтар болмас үшін осы ең оңай тәсілі болып келеді. Дәл осылай сіздер де жасап көріңіздер. Енді толығымен міне болдым. Осылайынан тегістеп шықтым. Енді жақсылап екі бетін пісіріп алатын боламыз. Мінекей менде асты пісті, енді аударамыз. Ешқандай қиындықсыз осылай аударылады. Екінші бетін жақсылап пісіреміз. Мінекей мен барлығын осылай пісіріп алдым. Енді гарниріне 1 стакан күрішті салып жуып алып, ыдысымызға сары май салып, үстіне күрішімізді салып, жақсылап барлығын араластырып қуырып алып, үстіне 2 стакан су құйып, бетін бір қайнатып, бетін жауып 20 минутта осылайынан пісіріп алдым. Әдемі болып шықты. Енді начинкасын жасаймын. Бізге укроп қажет болады. Осылай укропты майдалап турап аламыз, және сметанаға тұз салып, ішіне укробымызды және 2 тіс чесногымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын десек те болады. Енді гарнирімізді дайындаймыз. Бір қиярды жуып тазалап, жақсылап, 4 бұрышты етіп турап алдым. Қиярымызды алдын ала пісіріп алған күрішімізге салып, оның үстіне кукурузамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Гарниріміз дайын десек те болады. Енді дайын бризолімізға начинка салып дайындайтын боламыз. Бризолімізді алып, жаңағы сметанамен дайындаған начинкамызды 1-1,5 ас қасықтай салып, осылайынан әдемілеп жағып шығамыз. Енді үстіне ірімшігімізді осылайынан теркадан өткізіп алып, осылайынан жақсылап салып шығамыз. Начинкасын салып болдық. Енді жақсылап әдемілеп ораймыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендегідей. Мінекей менде дайын. Енді жаңағы дайындаған гарнирімізді салып, қалауларыңыз бойынша әсемдеп, бетіне мен осылай майонез, кетчупты осылайынан әдемілеп жағып шығып, әсемдедім. Үстін жаңағы зубочисткамызбен әдемілеп өрнек салсақ болады. Сонда әдемі көрінетін болады. Мінекей дайын болды.
әдемілік үшін осылайынан қызанағымызды және де қиярымызды әдемілеп турап қойдым шетіне. Болды, бізде бризоліміз дайын. Өте дәмді шықты, жұмсақ және қатты майлы емес. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанна. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.